Сәлеметсіздер ме, балалар? Онлайн мектебіне қош келдіңіздер. Бүгін сабақта Қазақстанның көрікті жерлеріне саяхатымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың мақсатына тоқталайық. Сіздің білетініңіз стиль және оның түрлері, күрделі сөздер мен оның түрлері. Ал бүгінгі сабақта сіздің меңгеретініңіз ауыз екі сөйлеу стилі мен көркем сөйлеу стилін ажырату, күрделі сөзбен сөз тіркестерін ажыратып, орфоэпиялық және орфографиялық нормасына сай жазуды үйренесіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бурабай ұлттық саябағы. Балалар, Қазақстанның ең көрікті жері Бурабай туралы айтар сыр өте көп. Бурабай сөзінің сырын ашу үшін Сырбай Мәуленовтың мына өлең жолдарына көз жүгіртейік. Аспанға көтерілген ақ тас тура, секілді аңыздағы ақ бас бура, көбігін қайтадан ол көлге беріп, қайынға көлеңдетіп жаппас шуда. Жиналған табиғаттың асылы бар, етегі аппақ қайың басы шынар, көкшенің күмбезіндей көтеріліп, ойнайды жалт-жұлт етіп, жасыл мұнар деп ақын Бурабайдың табиғатына таң қалған екен. Балалар, Бурабай туралы аңыздарды білесіздер ме? Ендеше Бурабай туралы мына бір аңызға құлақ түрейік. Сонымен бейне баяннан көрген Бурабай туралы аңыздан Бурабай атауы ақ бураның құрметіне қойылған іспетті. Оқулықтағы Оқжетпес туралы аңызды оқып болсаңыздар, оның мазмұнын пысықтау үшін мына бір сұрақтарға жауап берейік. Балаға Оқжетпес есімі неліктен берілді? Әрине балалар, ерте заманда Оқжетпес деген баланың ерекше өсу қабілеті мен оның мергендігі қасиетіне байланысты Оқжетпес есімі берілген екен. Екінші, ата-анасы Оқжетпеске қандай сыйлық жасады? Аңыз бойынша Оқжетпес жан-жануарларды өте жақсы көрген екен. Сондықтан да ата-анасы Оқжетпеске піл сыйлаған екен. Екеуі айнымас дос болып, елін жаудан бірге қорғаған екен. Үшінші сұрақ. Оқжетпес неге тасқа айналуды жалбарынып сұрады? Аңызға сүйенсек, Оқжетпес бір үлкен жорықтан кейін қатты шаршап ұйықтап кеткен екен. Сол сәтте ол тіпті ақырған пілдің даусында естімеген екен. Содан ояна келе абдырап қалған Оқжетпес жаратушыдан пілді жоғары көтеріп, оны тасқа айналуды сұраған екен. Осы оның тілегін жаратушы қабыл алып, Оқжетпесті үлкен алып тауға айналдырған екен. Ал бұл тау жаңағы елін жаудан қорғауға қорған болған екен. Сонымен балалар, сіздер сабақтың басында Бурабай туралы аңызды тыңдадыңыздар. Және де өздеріңіз оқулықтан Оқжетпес туралы аңызды оқыдыңыздар. Енді осы екі аңызды салыстыра отырып, ұқсастығын анықтаңыздар. Әрине, ол жаңағы таудың қалыптасуына байланысты екеуі де ұқсас аңыз екен. Сонымен, балалар, Оқжетпес, Бурабай деген сөздің құрамына қарай тоқталайық. Ол үшін күрделі сөзді еске түсірейік. Біз күрделі сөз дегеніміз бір немесе екі түбірден құралған, бір мағынаны білдіретін, бір сұраққа жауап беретін сөздер. Оның түрлері сіздерге мәлім: біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер және тіркескен сөздер.
Енді осы күрделі сөздердің өзіндік жазу ұстанымдары бар. Фонетикалық, морфологиялық және дәстүрлі ұстаным бойынша сауатты жазуға болады екен. Ең бірінші фонетикалыққа тоқталатын болсақ, яғни сөздің бөлшектері қалай айтылса, солай жазылады. Демек, адамдар, яғни адамдар дегенде бізде жуан буынды сөзге жалғанатын қосымша жуанмен жалғанып тұр. Екінші, морфологиялық ұстаным, яғни сөздің айтылуы мен жазылуында кейбір дыбыстар өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл дегеніміз мысалы оқ жетпес болып өзгертілуі мүмкін айтылғанда. Бірақ сіздер оны жазылуы бойынша жазасыздар. Айтылғанда дыбыстық өзгеріс кездеседі. Дәстүрлі принцип, ол қазақтың байырғы сөздері бұрын қалай жазылса, қазір де солай жазылады. Мысалы, кейуана, хайуан. Сонымен, балалар, сіздердің жаңағы алған теориялық білімдеріңізді пысықтау барысында мына тапсырмаларды орындап көрейік. Оқулықтағы мәтіннің ішінен күрделі сөздерді теріп жазып, бағанға, дәптерге көшіріп жаза қойыңыздар. Ол бізде біріккен сөздер, қос сөздер, тіркескен сөздер. Сонымен дұрыс жауабын тексерейік. Мәтін бойынша кездескен біріккен сөздер. Оқ жетпес, екі түбірден құралған, ержүрек, демалу, жер асты, жар тас. Жақсы, сіздерде де дұрыс деген үміттемін. Екінші, мәтінде кездескен қос сөздер. Кең байтақ, ата-анасы және ата-бабалары. Ал енді үшінші бағанда тіркескен сөздер. Демек, тіркескен сөздер дүниеге келді, көз жасы, ұлттық саябақ. Жақсы, сабағымызды жалғастырайық. Екінші тапсырма сіздерге. Мәтінде кездескен күрделі сөздердің, яғни орфоэпиясын жазып шығуларыңыз керек. Сіздерге мұнда орфографиясы, ол дегеніміз дұрыс жазылғаны, енді сіздер бұл сөздердің айтылуы бойынша жазып шығасыздар. Сіздерге уақыт беріледі, дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Ал балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген үміттемін. Тексеріп көрейік. Кең байтақ, еш өзгеріссіз солай қалады екен. Ержүрек деген сөз, мына жерде ержүрек, яғни е әріпі өге ауысқан екен. Оқ ату. Мұнда бізде қ әріпі ғ-ға ауысты айтылу барысында. Бір кезде боп айтылуда өзгеріске ұшыраған к, г дыбысына айналды. Сондай-ақ ең соңғы сөзіміз оқ жетпес. Оқ жетпес деген сөзде біздегі қ дыбысы ғ дыбысына ауысып айтылды. Ескеретін жағдай, дегенмен бұл сөздерді орфографиялық нормаға сүйеніп жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сіздер бүгін бурабай, оқ жетпес туралы аңыздармен таныстыңыздар. Және де осы сабақ барысында күрделі сөздердің жазылу емлесін меңгердіңіздер. Енді осы алған білімімізді үйде пысықтау мақсатында үй жұмысын ұсынамын. Бірінші тапсырма, оқ жетпес шыңы туралы аңыздардың бірін тауып оқыңыз. Екінші, оқыған аңызыңызды көркем тілмен сипаттап жазыңыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.